Елордада Астана Экспо 2017 акционерлік қоғамы басқарма төрағасы мен Қазақстандағы Венгрия консулы Ласло Хорват және Қазақстандағы Венгрия елшісімен кездесті. Ахмеджан Есімов пен Ласло Хорват және Андраш Барани халықаралық көрмеген дайындық барысында техникалық мәселелерді қарастырды. Астана Экспо 2017 көрмесі басқарма төрағасы Ахмеджан Есімов венгриялық меймандарды көрмеге қатысушылармен тарту мәселесін таныстырды. Астана Экспо 2017 көрмесіне қатысуға ең алғаш болып өтініш білдіргендердің бірі Венгрия мемлекеті еді. Өйткені олар бұл жаһандық шараның стратегиялық маңызы зор екенін түсінеді. Ал бүгінгі күнге дейін әлемнің 100 елі Астана Экспо 2017 көрмесіне қатысатындарын нақтылап отыр. Надеюсь, посетителям запомнится. Біздің павильон келушілердің есінде қалады деп ойлаймын. Қызықты жобаларды әкеліп көрсететін боламыз. Венгрия мемлекеті Астанада өтетін халықаралық көрмеге өзінің озық технологияларын әкеліп көрсетпек. Олардың ішінде электр көліктері бар. Сонымен бірге көрме тақырыбына сай өсімдіктерді пайдалану жобасын да көрсетпек.